мына 51-ші домнан Қытай қызды алып кетіп жатқан жеріне ұстап алдық біз. Міне ана Қытай қызды мына жерден таланға қаратты, бұла қарай алып кетіп жатыр. Мына вообще оңбағандық қой, сонда мамасы жоқ деп не сөйтіп алып кетесіз ба? Жақсы, өзіңіз баста не істейін деп тұрсыз енді. Ана. Жақсы, енді не істейін деп тұрсыздар. Барайық. Сәлеметсіз ба, Рүстем. Сізге бір өтінішімен жазып тұрмын. Біздер мана Нұрса 51 болашақ мекен жайында тұрамыз. Үй жақта жүргенде бір үлкен кісі айтады, бір қызды сүйреп алып бара жатыр деп. Сол кезде біз бір сөзбен айтқанда педофил тастаймыз ғой. Сол педофил Қытай қызды алып кетіп бара тұрады. Нұрса 51-дің арт жағындағы батыс мұра жақ қарата. Сосын не үшін алып бара жатыр дегенде, балаға нан берем деп нан сатып алып берем. Мен айтып жатыр, мен өзім ұстап алдым ол кісіні. Ол кісіні, короче, неге не үшін дегенде, манандай нанды айтады ғой, нан алып берем, анау мынау деп. Сосын кері мен оны баланы жұлып аламын да үйіне қарата жерем. Ана педофилді, короче, 51-ге қарата келем ғой. Шейт біз 51-ші домның алдын алып келем ғой. Сол кезде 102-ге соғып атырғанда, нормально, 102-ге соғып атырғанда, короче, ана кісі қашады ғой, мен артынан тағы да қуам ғой, короче, екі қыз болып, артында ер адам ешкім жоқ болады. Сон қуам, сосын қуғаннан кейін қақ ортада манандай машина тоқтатып көмек сұраймын ғой, көмектеседі, бір 3 ер адам тұрады да, мана кісіні құтқарып, манандай не істеп алады ғой, жұлып алып шақырып, мана не істейді, қуат жіберіп алып келеді кері қарата 51-ге қарата. Сол кезде 20 минут күтеміз ғой біз полиция қызметкерлерін. 10-20 минуттан келеді, анау мынау болады. Біз, короче, манаға тергеуші, криминалист дегендерді дымда да көрмейміз ғой. Енді келіп, бізге участковый келіп, роводаға алып келеді. Короче, біз дейтін уже 2 сағат жарым далғада жүр ғой, дымда да жұмыс жасап жатырған жоқ. Сол себептен сізден көмек сұрап тұр ғой, мына нәрсе далғада қалмасыншы деп. Бұл кісі еще мені де қорқытып қояды, типа манандай милицияға шақырып артынан қуатын болсаң, мен сені өлтіріп кетем дейді ғой.